қазіргі талқыланып жатқан атом электростанция жөніндегі мәселе әрбір азаматтың шешімі болу керек. Қазір қоғамда көптеген пікір алысу жүріп жатыр. Біздер біріншіден соның ішінде ауылдағы адамдар, қаладағы адамдар, біздер мамандарды тыңдауымыз керек. Қазір енді жасанды сарапшылар айтады, біздің Қазақстанда мамандар жоқ дейді. Қалай мамандар жоқ? Осы саланың өзінде біздерге қазір 20 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Біздің екі ядролық ғылыми орталықтарымыз бар. Біреу Алматыда, біреу Курчатов қаласында. Шетелде оқып жүрген біздің жастарымыз бар. Осы мамандықты оқытып жүрген. Біріккен ұлттар ұйымының 200 елінің 31 елінде ең дамыған елдерінің бәрінде де атомдық станциялар бар. Және ертең бір мына электр қуат жағынан бір тапшылық болса, ол бірінші ауыл жақтан соғады. Ауылдың мектептері, үйлеріміз, балдардың оқитын сабақтары үшіп қалады. Миллиардтаған ақшаны біздер бәрібір басқа елдің экономикаларына жіберіп жатырмыз. Оны өзімізден де өндіре аламыз ғой. Әңгіме сода да болып жатыр ғой. Мамандарды тыңдап, өзіміз түсініп, біздер ертең 6 қазанда референдум өтетін күні барып, өзімізге, еліміздің болашағымыз үшін, біздің ауылымыз үшін қажетті шешім қабылдау барыңызды сұраймын. Болашақтағы немерелеріміздің, ұрпағымыздың қамын ойлап, қуатты елге айналдыру мақсатында атом электростанциясын салу керек. Ешкімге тәуелді болмауымыз керек. Индустриалды аймақтар құрылу керек. Ертең Құда қаласа 6 қазан күні халық бір ауыздан осы атом электростанциясын салу жөнінде қолдайды деп білемін. Кештен кешке бізде свет уже жетіспейді, электроэнергия қуаттығы жоқ. И теплицада уже циркуляция болмайды. Соның себебінен көп шығынға ұшырап жатыр. Пікірлердің барлығы орында. Ол көптен көкейде жүрген тірлік. Шынында болашағымыз энергия болғаннан кейін жаңағыдай заводтарымыз көптеп жұмыс істеу үшін, халықты жұмыспен қамту үшін керек екені бәріміздің көзімізге жетті. Сондықтан осы тоқтамға келіп тұрау деп ойлаймын осы келген азаматтардың барлығы.